дуада қол көтеру жалпы мұстахаббыз. Түсінікті ме? Жалпы қандай жағдайда болса да дуа қылғанда қол көтерген мұстахаббыз. Кейбіреулер қолды бетке сипауменен қол көтерудің арасын араластырып қояды біреулер. Ешбір қолын дуада көтеруді бүйтіп күдіктенеді, көтерсем бола ма екен немесе жоқ па деп. Сол үшін қолды көтеру мұстахаббыз жалпы дуада. Amma betke siypau meselesinde hilaf var. Түсінікті ме жоқ па? Себебі бетке сипау мәселесінде бір хадис келеді, ол хадистің иснадын кейбір ғалымдар хасан дейді, кейбір ғалымдар күшсіз дейді. Сол хадисті күшті деген, амал қылса болады деген ғалымдар істей береді оны. Істеуге рұқсат береді. А дұрысырағы ол хадис сахих емес. Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін істемейміз оны. Түсінікті ме жоқ па? А біреу оны хадисті дұрыс деп ойласа, істесе істей берсін. Түсінікті ме жоқ па? Бұндай хилафи мәселелерде біз қатты терең кетпейміз. Біреу істесе істей берсін. Істеген адамға істеген адам істемегенге тиіспесін. Істемеген істегенге не? Тиіспей қоясың. Насихат ба? Ашық. Білім иесісің ба? Сол мәселені жақсылап қозғағансың ба? Зерттегенсің ба? Иә. Ке отыр сөйлессең болады. Amma өзің білмейсің, өзің оқсаған бір білмеген біреуменен білгіш болудың ке дұрыс емес. Дауласудың қажеті жоқ. Түсінікті ме? Демек жалпы дуа қылғанда қол көтеру мұстахаббыз, рұқсат емес, мұстахаб. Яғни жақсы деген ол. Көтерсе жақсы, көтермегеннен көре. Бірақ ғалымдар осы жерде қол көтеруді үшке бөледі. Жалпы Наби саллаллаху сүннетінің зерттелген уақытта үшке бөледі. Бір жағдайын Наби саллаллаху анық көтерген орындар. Ол көтерген сөзсіз абзал. Жаңбыр сұраған уақытта қолды көтерген Наби саллаллаху минбарда тұрғанда, сол үшін имам минбарда тұрған уақытта жаңбыр сұрап дуа қылғанда түсініп тұрған адамдар болса, қолын көтерген дұрыс. Екінші жағдай Наби саллаллаху дуа қылған ғой, бірақ қол көтермеген, минбарда тұрғанда. Түсінікті ме жоқ па? Қол көтермеген Наби саллаллаху. Содан сахабалардың бірі сол уақыттағы патшалардың бірінің сол бағанағы уақытында минбарда тұрып дуа қылып қолын көтерген уақытта қайтарады, мынау жаман қол мына екеуі дейді. Наби саллаллаху бұл қолды көтермейтін дейді минбарда тұрғанда. Демек қол көтерген орны бар, ол сөзсіз қасиетті қол көтерсе. Қол көтермеді деген жерлер бар, осыған ұқсаған. Ондай жерлер өте аз. Мысалдарының бірі ғалымдар осы жаңбыр сұрағаннан басқа минбарда тұрған уақытта қол көтеру дейді. Түсінікті ме жоқ па? Қол көтерілмейді. Немесе сәждеде тұрған уақытта, немесе намаздан сәлем беруден бұрын. Наби саллаллаху қол көтермеген. Себебі қол көтерген болғанда келген болатын бізге. Көтермеді. Осындай жерлерде адам дуа қылып тұрса да не қылмайды? Қол көтермейді. Үшінші жағдайы қол көтергенінде келмеген, көтермегенде келмеген. Бұл жағдайларда жалпы бағанағы айтқандай дуа қылғанда қол көтерсе, қол көтеріп дуа қылса мұстахаб болады деген бапқа кіре береді. Сол үшін мысал өзің түнде тұрып дуа қылсаң, түсінікті ме? Азан мен қаматтың арасында дуа қылсаң, түсінікті ме жоқ па? Осындай жағдайларда дуа қылсаң, немесе жұма күні кешке дуа қылсаң, қол көтерсең, түсінікті ме жоқ па? Осындай жалпы шариғатта Наби саллаллаху дуа қылды ғой, бірақ көтермеді деген жері келмесе, сен не қыла бер? Көтере бер. Демек, негіз қол көтеру керек екен. Көтерме десе, оған дәлел керек. Намаздан кейін көтерме десе, не қылу керек? Бізге дәлел керек. Бізге айтады ғой, намаздан кейін деп атыр мынау. Солай ма жоқ па? Дуа қылу қалай? Әсіресе жамағатпенен. Солай ма? Наби саллаллаху алейхи вассалам намаздан кейін дуа қылған ба? жоқ. Дуа қылған. Дуа қылған. Аллахумма инни ас'алука илман нафи'ан ва ризқан таййибан ва амалан мутақаббала деп дуа қылатын болған. Бірақ дуаның абзалы сәлемнен бұрын. Себебі біз
ат-тахияту лиллахи ва салават ва таййибат деп Аллахқа мадақ айттық. Содан кейін Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад деп не дедік? Наби саллаллаху алейхи салават айттық. Енді дуаға дайынбыз енді. Солай ма? Дуаға дайынбыз. Демек осы жерде дуа қылу керек енді. Ең дуа мұстажаб болуы ниет қылынатын орындардың бірі сәлемнен бұрын. Абзал. Содан кейбір ғалымдар, мысалы Шейх Ислам Таймия рахимахулла сияқты, намаздан кейін дуа қылынбайды дейді. Бірақ дуа бар. Түсінікті ме? Дуа келген, бағанағы сияқты. Таң намазынан кейін Наби саллаллаху алейхи дуа қылатын. Түсінікті ме, жоқ па? Бірақ қол көтерген бе? Жоқ. Қайдан білдік қол көтермегенін? Дуа қылғаны келіпті. Наби саллаллаху алейхи сол жерде қол көтерген болғанында дуа қылып бізге келген болатын. Әсіресе жамағатпенен. Наби саллаллаху 10 жыл жамағатпен намаз оқыған. 10 жылдың біреуінде бір зайыф хадис болса да, бір рет қана аумин деген жері жоқ болса, солай ма жоқ па? Қаяқтан біз бұл жамағат дуаны шығарамыз? Дұрыс, жамағатпен болатын дуа жақсы деген баптан кейбіреулер мұстахаб дейді. Себебі бағанаға айтқандай, жамағатпенен бірге болса, ішіндегі жақсы адамдардың дуасы бар, біз сияқты бұлай адамдардың дуасы бар, мысалы, сол жақсы адамдармен бірге қосылып қалсақ жақсы ғой деген мақсатта мұстахаб деген ғалымдар да бар. Бірақ бізге дәлел керек бұл жерде. Түсінікті ме жоқ па? Бізге не керек? Дәлел керек. Содан Наби саллаллаху алейхи ва саллям немесе сахабалар бағанағы Арафа күнінің оразасы туралы Ибн Умар радиаллаху анху айтады, Наби саллаллаху алейхи ва саллям Арафа күнінің ораза тұтқанын көрмедім дейді. Абу Бакрды да көрмедім дейді. Омарды да көрмедім. Осы да сәләфи манхаж осы. Омарды да көрмедім дейді. Османды да көрмедім дейді. Мен о күні ораза тұтпаймын дейді. Бірақ қайтармаймын да дейді. Түсінікті ме жоқ па? О күніне ораза тұтпаймын, қайтармаймын да дейді. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллям тұтпаған оны. Мен не істеймін оны тұтып дейді. Түсінікті ме жоқ? Осы нәхиж, осы тура жол. Наби саллаллаху алейхи ва саллям тұтпаған екен, тұтпа. Наби саллаллаху алейхи ва саллям осы істерді істемепті. Саған сәлеметтік керек па? Бидат демей тұрып, саған сәлеметтік керек па жоқ па? Бидатты көшпей-ақ қой салайық. Одан бұрын тұрайық мына жақта. Бидат десем шөшіп кетеді адамдар. Солай ма жоқ па? Бидаттан бұрындау мына жақта. Наби саллаллаху алейхи ва саллям істеген бе, істемеген бе? Істеген келді ме жоқ па? Істеген шығар деп айтуы мүмкін біреулер. Солай ма жоқ па? Солай ма жоқ па? Біз айтамыз, егер істеген болса бізге келу керек қой. Келмеді ма? Демек істемеді. Кімде кім Расул саллаллаху алейхи ва саллям істеп тұрып сахабалар бізге жеткізбеген десе, демек сахабалар қиянат жасаған болады. Демек дін бізге не қылмапты? Толық жетіп келмепті бауырлар деген мағынада болады. Ол қатерлі ол. Дін бізге толық жетіп келген. Наби саллаллаху алейхи ва саллям жеткізген, сахабалар бізге жеткізген. Егер сол Наби саллаллаху алейхи ва саллям істеген болғанда бізге келген болатын. Демек істемеген Наби саллаллаху алейхи ва саллям. Түсінікті ме жоқ па? Соның өзі бізге жеткілікті. Одан кейін ар жағына өтсең, енді оны абзал болады, жақсырақ болады, иншалла деп істесең, демек енді Аллахқа Наби саллаллаху алейхи ва саллям көрсетпеген жолмен құлшылық қылып атсың, соны абзал деп енді бидатқа кіріп атсың енді. Содан бұрын амандықты сақтасаң, мүмкін ғой саған. Мына жақта абзал амалдар саған не? Жеткілікті Аллаху алейхи. Хадис қайсы жерде берген ұқсас, өзінің балаңды, малыңды ләнеттауды. Ләнеттеге бұл хадис сахих, сунанда келген, сахихта да болу керек. Наби саллаллаху алейхи ва салламның бұл ескертуі ақиқатта біздің күнімізде өте керекті. Әсіресе әйелдерге бағанаға айтқандай. Дуа қылып ұстайды бірден, болмаған нәрсеге. Болатын нәрсеге де дуа қылмау керек. Болмаған нәрсеге емес, болатын жағдайда да шыныменен ашулануға мүмкіншілік болып тұрған уақытта да олай дуа қылмау керек. Аллах субханаху ва таала Наби саллаллаху алейхи ва салламды кейбір жағдайларда бір нәрселерге мен ескерткен уақытта афаллаху анка деп айтқан. Аллах өзі сені кешірсін деп. Аллах бізге үйретіп жатыр да біреуді қалай ұрсу керек екенін, көрдің бе? Наби саллаллаху алейхи ва салламды сол жерде ескертіп жатыр. Бұлайша біздің тілмен айтқанда ұрсып жатыр дегендей. Солай ма? Ескерту беріп жатыр.
Бірақ ескерту қалай ескерту? Аллах айтады: "Афаллаху анка лима адинта лахум." Аллах сені кешірсін. Неге оларға рұқсат бердің? Рұқсат бермеуің керек еді демекші. Түсінікті ме жоқ па? Немен айтып жатыр? Кешіріммен айтып жатыр. Міне Құранның әдебі. Түсінікті ме жоқ па? Құранның әдебі. Содан Наби саллаллаху алейхи ва саллам Муауияны бір күн шақырса, тамақ жеп жатқан болады ол кісі. Келмейді. Кешігіп келетін шығар да. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Ла ашба Аллаху батнах" дейді. Аллах қарнын тойғызбасын оны дейді. Түсінікті ме жоқ па? А Наби саллаллаху алейхи ва саллам өзі Аллахқа дуа қылып қойған: Аллах, мен үмбетіме қай бір дуа қылған болсам, оған ақты болмаса, оған жақсылығыны бер деп. Түсінікті ме жоқ па? Түсінікті ме жоқ па? Содан Наби саллаллаху алейхи ва салламның үйіне бір әйел өз қызын жібереді. Бірден келмен бері жіберсе керек. Сөйтсе үлкен қыз болып қапты. Кеше шақалақ уақытында көрген шығар да. 6, 7, 8 жас болып, үлкен қылып болып, анасының қызметін орындайтын үлкен қыз болып қапты. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Үлкен болып қапсың ғой, жасың үлкеймесін" дейді. Түсінікті ме жоқ па? Үлкен болып қапсың ғой, жасың үлкеймесін десе, бағанағы қыз бірден жылап Наби саллаллаху алейхи ва салламның сөзін анасына жеткізеді: "Расулуллах маған қызды дуа қылып қойды" деп. Сонда бағанағы әйел Наби саллаллаху алейхи ва салламға келеді: "Менің қызыма осылай дуа қылып қойыпсыз ғой" деп. Сонда "Білмеген бедің" дейді. "Мен қандай бір дуа қылатын болсам, Аллах субханаху ва таала сол дуаның жақсылығын беруін сұрағам мен Аллахтан" дейді. Яғни оның өмірі ұзақ болуын тілеген сияқты. Түсінікті ме? Бұл Наби саллаллаху алейхи ва салламның ескерту бабынан айтылған сөздер. Илля жалпы адам жағдай барынша дуа қылғанда, әсіресе бала шағасына, өзінің осы машина құрғаны дұрыс қой дейді. Мысалы, бұзылып қала беретін машиналар иесіне. Болмайтын машина осы деп. Солай ма жоқ? Машинасын дуа қылады, мінген нәрсесін, тұрған үйін. Түсінікті ме жоқ па? Ол жақсы емес. Адам жақсылығын дуа қылып керек. Себебі біз білеміз, аталар айтады ғой, жақсы сөзде, жаман сөзде бір ауыздан шығады деп. Солай ма жоқ па? Адам ауызды жақсы сөзге үйреткені жақсы. Бәлкім Аллах соған үйретеді. Аллах айтады: "Уақул ли ибади яқулу ллати хия ахсан." Менің пенделеріме айт, олар ең жақсы сөзді таңдап айтсын дейді. Жақсы сөз деп жатқан жоқ, жақсырағын айтсын деп жатыр. Екі сөз тұр саған. Біреу жақсы, екіншісі жақсырақ. Жақсырағын айт. Осыған жақсырақ айтсам құтылып кетеді деп айтады. Түсінікті ме? Түсінікті ме жоқ па? Осы жерде адам жақсырағын, себебі Аллах айтып жатыр саған, жақсырағын таңдап айт деп. Түсінікті ме жоқ па? Содан біз жақсы сөз айтуға үйренгеніміз дұрыс.